Тағамдарды әсемдегенге осындай өте әдемі ерекше сетка дайындаймыз. YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, все деп таңдап қойыңыздар. Келесі видеода дәмі ерекше бәліштің рецебімен бөлісетін боламын. Сетка дайындаймыз. Ыдысымызға ұн, сұйық май және су қосып, жақсылап араластырамыз. Мен екі түрлі бояу қосатын болғандықтан, екі ыдысқа теңдей бөліп алып, жасыл және қызыл түсті қосып шықтым. Гелевый краситель қосқаннан соң араластырамыз осылай. Ұнтақ бояу қоссаңыздар да болады. Табаға құйғанға ыңғайлы болу үшін осындай ыдысқа құйып алып, қызған табамызды майлап жіберіп, осылай табаға құямыз. Құю барысында сіздің отыңыз өте төмен болып қалмау керек және слишком қатты да болмау керек. Орташадан сәл жоғарылау етіп қоясыздар және күйіп те кетпеу керек. Мінекей осылай көпіреді. Көпіршігі осылай көпіріп біткеннен кейін аламыз. Мінекей көпіршік бітті. Біздің оформлениеміз дайын. Қағаз майлыққа қоямыз. Достар, видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызға поделиться етіп қойыңыздар. Келесі жаңа видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын.